Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте нәзік, қош иісті құймақтар жасаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Сұйық майымызды құямыз. Видеода көрсетілгендей ас содасын сірке суымен гасит етіп аламыз. Қызып тұрған пешке табамызды қойып, майлап құймағымызды құямыз. Осы рецептпен жасасаңыздар өте дәмді құймақтар шығады. Осы рецептпен 10 жылдан бері мен жасап келемін. Рецептер ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.